бүгін үй жағдайында жасалған мармелад пен дүкеннен алынған мармеладта тәжірибе жасайтын боламыз. Бұл үшін біз бірінші стакандарға суды құйып аламыз. Енді дүкеннен алынған мармеладтарды суға саламыз. Дүкеннен алынған бірінші мармелад саламыз. Сосын дүкенге тағы екінші мармелад саламыз. Содан кейін үй жағдайында жасалған мармеладты ішіне саламыз. Енді мармеладтарды араластырып, суда ерігенін күтеміз. Көріп тұрғандарымыздай, магазиннен алған мармеладтар суға салғанда осындай жасыл түс пен қоңыр түске боялды. Демек, олардың құрамында жасанды бояғыштар өте көп. Үй жағдайында жасалған мармелад қосылған су ешқандай қанық түске боянбаған, өйткені оның құрамында ешқандай жасанды бояғыштар жоқ, өйткені ол таза жемістерден жасалған. Сондай-ақ біздер дүкеннен алынған мармеладты қарайтын болсақ, ол деген тек қана қанық түске боялып қана болмайды. Оны иіскеп қарасақ, оған деген хош иіскендіргіштер қосылған байқауға болады. Ал үй жағдайындағы жасалған мармеладты иіскеп қарайтын болсақ, ода таза жемістің иісі шығып тұр. Тәжірибенің нәтижесінде көріп тұрсақ, дүкеннен алынған мармеладтарда зиянды қоспалар көп екенін көруге болады. Ал үйден таза жемістерден жасалынған мармеладта ешқандай зиянды қоспалар жоқ. Сондықтан үйден жасалған мармеладтарды тұтынуға ұсынамыз.